Ағайын, олай болса Алла жар болып, ісіміз оңға бассын. Алла. О, шапқыншылар! Ел болам десе, түгел жиылсын. Ерсін қазақ көшіне. Бол сіздерге Керей Жәнібек сәлемі. Бауырларым менің, ақтық майданға түсеміз. Көр салмай қалсақ мақұл болай. Аттанды қалаш! жылы императрица Анна Иоанновна кіші жүздің қазақтарын Ресейдің қол астына алу туралы грамотаға ресми құжатқа қол қойды. Бұл грамотаға қол қою кезінде бірқатар шарттар қойылатыны ескерілді. Біріншіден, кіші жүз қазақтары Ресейге адал қызмет етуге және башқұрттардың үлгісі бойынша мұқият жасақ төлеп тұруға міндетті болды. Екіншіден, Ресейдің қол астындағы өзге халықтардың тарапынан қазақтарға шабуыл жасауға тыйым салынуы тиіс болды. Бұл елдің рухын атсаң да шапсаң да сындыра алмайсың. Патшалы Ресейдің отарлау саясатынан арылып, ұлттық мемлекет құрудың орайы келді. Құрметті алаштықтар, бүгіннен бастап Алашорда үкіметінің құрылғанын мәлімдеймін. Жасасын Алаш. Атақты түрік теңізшісі Пири Рейс Европаның картасыз. Біз үшін қазақ жерлерінің шекарасын дәл осылай тыңғылықты сызылу керек. Бір ауыздан жетісу өңірін қазақ СССР-інің құрамына қосамыз. Шындықты уақыт өз елегінен өткізеді. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Мінезді болу. Жер отан. Сол жер үшін әр қазақтың қаны мен тері төгілген. Бәрін айтып, бірін айтып дегендей, ұлы отан соғысы. Адам тарихындағы бірінші үлкен соғыс. Бұның бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеріміз бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
Германия полностью разгромлена. Жалғыз мен емес, біздің ұрпақ. Орысша айтқанда наш поколение дейді. Біз көпті көргендердің біріміз. Азаматтық борышымыздың бірі өсіп келеткен ұрпаққа. Біздің ата-бабаларымыз қандай кісілер болған, қандай өмір сүрген, өзіміз қандай болдық, қандай өмір сүрдік. Біздің өміріміз өте қиын жағдайда болды. В Казахстан ехали добровольцы со всего Советского Союза. Было намечено распахать в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и Дальнем Востоке около 50 миллионов гектаров земли. На воплощение проекта были брошены огромные средства. Только за первые 2 года в Казахстане было создано почти 500 совхозов. Началось время паровозов, комбайнов и рекордов. Казахстанцы сдержали слово. В закрома Родины лег хлебный каравай весом в 1 миллиард 120 миллионов пудов. Он достойно венчал труд казахстанцев по освоению целинных и залежных земель. 1954 және 1955 жылдары тың және тыңайған жерлерді игеру жөніндегі қаулысы қабылданады. Сөйтіп соғыстан кейінгі жылдары КСР тарихында жаңа кезең басталды. Алаңға қалып шыққан жас қыздар мен жігіттерді ұрып құлатып, қыздарды бөрене сияқты шашынан бір аяғынан ұстап машинаға лақтыратында солар. Жастарды топ-тобымен машинаға тиеп 70 шақырымға дейін алып барып, бала көтермесін деп қыздарды бірнеше сағат бойы мұздың үстінде отырғызып қойғанда солар. Декабрьское восстание 1986 года в Алматы – это был первый звонок, который впоследствии привел и к событиям Тбилиси, прибалтийским событиям. Это все было после 1986 года. Это все было после нашего восстания. И люди почувствовали, что с этим режимом, с этим тоталитарным режимом можно протестовать, можно против него выступать, можно с ним бороться. Это показала наша молодежь. Көп ұлтты республикамыздың халқына қалтқысыз қызмет етуге, Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге, өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Ал елге мен тілегім елдің айтатыны мен, елдің тұрмысы жақсы болсын, абайлары көбейе берсін, бала шағалар өсе берсін, бақытты болсын. Бана айтатымыз сол дейді. Айтқаныңызға рахмет. Не болса да бірге жасайық.